Бүгін сіздерге осындай творожный пирогтың рецептімен бөлісем. Бізге ең бірінші ұн қажет. Алдын ала тоңазытқыштан шығарылған майды қосамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқа, сметана және қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер құрғақтау болып жатса, сүт қосып жерсеңіздер болады, 1-2 қасық. Міне мен осылай жинап алдым. Жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоясыздар. Енді начинкасын дайындаймыз. Бізге ірімшік, 2 тал жұмыртқа және 3-4 қасық сметана қосасыздар. Жақсылап араластырып алғаннан кейін қант қосып аласыз. Оны да жақсылап араластырасыздар. Қамырды 2-ге бөліп, бірінші бөлігін астын дайындап аламыз, міне осылай. Одан кейін начинкаңызды құясыз. Сөйтіп бетін өзіңіз қалағанша безендірсеңіз болады. 40 минут духовкада піседі.